Бұл трансвестит қанішер небәрі 9 күн ішінде 4 адамды өлтіріп, 2 адамды жаралаған. Сорақсы, ол мәйіттерді балтамен бөлшектеп, үйінің ауласында көміп жүріпті. Аты жөні Михаил Пономарев, 64 жаста, яғни зейнеткер. Ресейдің Вологда қаласының тұрғыны. Ешқашан үйленбеген, бала шағасы жоқ. Қала шетіндегі үйінде жалғыз өзі тұратын болған. Қызығы, ол әрдайым етегі қысқа әйелдер киімін киіп жүретін болыпты. Себебі жайлы видео барысында айтамын. Әзірге қисынсыз қылмыстарына нақтырақ тоқталсақ. Бірінші қылмыс 2021 жылдың 17 қарашасында орын алды. Ол үйінің қасында тоқтап тұрған ЗИЛ жүк көлігін байқайды. Сөйтіп 58 жастағы жүргізушісін Калашников автоматымен атып өлтірген. Ал мәйітін үйінде балтамен бөлшектеп, ауласында көміп тастапты. Сосын марқұмның жүк көлігін өзінің гаражына кіргізіп қояды. 2 күннен кейін үйінің қасында торуылдап жүрген 17 жастағы жігітке оқ жаудырған. Бірақ қолы жараланған бала ізін жасырғанымен полицияға жүгінбепті. Ал үшінші қылмыс 2021 жылдың 22 қарашасында болды. Қаңғыбас ер адам мен әйел кісіні үйіне алдап кіргізіп, автоматпен атып өлтіреді. Ал мәйіттерін әдеттегідей балтамен бөлшектеп ауласында көміп тастаған. Соңғы қылмысы 2021 жылдың 26 қарашасында орын алды. Үйінің қасында темекі шегіп тұрған бейтаныс 2 жігітті көзі шалған. Олар 29 жастағы Александр Рубан және оның досы болатын. Темекінің тұқылын тастайды деп ашуланған Пономарев 2 жігітке оқ жаудырады. Салдарынан Александр Рубан оқиға орнында көз жұмды, ал досы қашып үлгерген. Күлкілі естілгенімен айтпасқа болмайды. Аман қалған куәгерден қылмыскерді сипаттауды сұрағанда, автомат ұстаған тазбас трансвестит деп айтқан. Нәтижесінде қанішер келесі күні құрықталды. Михаил Пономарев бөлімшеге әйелдерше киінген күйде жеткізіледі. Анықталғандай ол өзін әйел деп есептейтін болыпты. Ал қылмыстарының себебі қарабайыр. Құрбандарының бәрі оның киіну стилін мазақ еткен көрінеді. Десек те, сол күйі жазаға тартылған жоқ. Сараптама нәтижесінде оның шизофрения дертімен ауыратын анықталған. Қазіргі таңда ол психиатриялық емханада жатыр. Байқаған болсаңыз, рилстарында жасанды интеллектпен жасалған видеолар көп. Сіз де қалыс қалмай меңгеріп алғаныңыз дұрыс. Сабағыма қатысып, мультфильм, клип және бейнефильм жасауды үйренген соң, контентіңізге немесе кәсібіңізге пайдаланыңыз. Бағасы небәрі 2500 теңге. Сабаққа қосылу үшін төмендегі WhatsApp нөміріне жазыңыздар.